Дөп келген 30-шы айқаяға қазаныма айналдым пейіліңнен тазамына. 60 жылдық мерейін тойлап жатқан орда басым сенен жер озады ма? Осы елдің жақсылығын көрген кезде көмейден кетпейді ме сөз ағыла? Ауданның берекелі тойы бар деп тағы да ет салыпсың қазаныңа. Тойыңа құр келмедің көріп тұрмын, ажар қосып келіпсің ажарыңа. Алдыменен кезек беріп отырсыздар, дәл осынау өнердің базарына. Тойларың құтты болсын деп айтайын, киелі төрде отырған қазағыма айқаяға. Ай, бұл жерге келген адам өрелі ғой, құмартқан халқымызды өнері ғой. Өнерліге өріскен қай кезде де бағасын ел береді деп еді ғой. Біздерді де шақырған осы жолға кешегі шайрыл. Біздерді де шақырған осы жолға алдыңғы толқын сөздің шебері ғой. Ақын десе құлашын айқар ашқан пейілі Темірланның кеңеді ғой. Басқаны білмесе де орда басым сөздің бәсін білетін еледі ғой айқаяға. Ай, той бар деп шақырмайсың көрінгенді, жақсылар жайлап отыр төрінгенді. 60 деген айтуға оңай шығар, шолып өтсем өлеңмен жолыңденді. Ауданның қилы-қилы тарихы бар, қай кезде де көрдім мен сенімделді. Біріккенді өткөрдің басыңнан көп, көзіммен көргем талай бөлінгенді. Ордабасы атағың асқақ бүгін, жақсы сөзбен жеткізсем жөніңденді. Мұндай тойды жасауда оңай емес, ең бастысы халыққа сенім болды. Шенеуніктер күн-түні жұмыс жасап, жұртының тірлігіне көңіл бөлді. Бұл тойдан сыртта қалған бір адам жоқ, зейнеткерде қолдағы барым берді. Қариялар жүректен нәрім берді, ақындары көкейден әнін берді. Осылай 60 жылдық мерекеңде жарасқан салтанатты сәнің болды. Бір адам мұндай тойды жасай алмас, жұмыла көтерген соң жеңіл болды айқаяға. Ай, шаттыққа бастайды болашаққа шындық ұлтты. Осының мәнін білмей кім жүріпті? Дүбірлетіп жатырсың кең даланы, тойыңа дайындалып тыңғылықты. Айтысқа ықыласың ерекше екен, көзіңмен көремін деп шын жүйрікті. Біреулер жансаяны көреміз деп бір күн бұрын бұл залға жұлқыныпты. Ал біреулер мұхтарды көреміз деп бұзып жарып талайды бұлқыныпты. Соңында халық симай осы араға сарайдың бір есігін сындырыпты. Халық түгел сарайға жайланғасын, осылай тойлаймыз ғой тойланғасын.
Есік сындырған халықты көрмеп едім, талайға көріп жүрген қайран басым. Ақынға махаббатың мұндай болса, ақын қалай сіздерден айналмасын. Бір есікке көңілді түсірмейік, одан сенің мың есе пайдаң басын. Қылмыскерді қуалап кетпеңіздер, ондай болады той болғасын. Айғай ай. Шайырлар шабытыңды шыңдайды ғой, ол есік білем бекер сынбайды ғой. Өнердің бәсекесі болған кезде халық деген халықта ештеңеден қыңбайды ғой. Шәмшінің аллеясын көрдік жаңа, Шәмшінің аллеясын көріп келдік. Ол да ертең қаңырап тұрмайды ғой. Сол жерде бір керемет айтыс қылсаң, осы ақындар аямай жырлайды ғой. Айтысқа келген кезде біздің қазақ даладан басқа жерге сыймайды ғой. Айғай ай. Бұл сөзді шашуым деп қабылдашы, ағайын уайымға салынбашы. Қасымда ордабасы шайыр отыр, өнермен өткен оның жарым жасы. Кәрима бұл кәнігі қарсыласым, талайлардан биік қой оның бәсі. Армысың Ордабасы ауданының өмірі қартаймайтын Кәримасы. Халықтан жұрт айтпай ма алғыс ал деп, отырсың сахнаға енді сән боп. Ақындарды көргенде ойлап едім, Мұхтар мен Нұрматпенен қарпысам деп. Ал енді одан қалып бара жатса, Жайықтық Жансаямен шарпысам деп. Жеребе соқыр десе соқыр екен, өзіңмен кім ойлаған тартсам деп. Кәрима, осы жерге отыра бер, халықтан алғыс алып жалпы сән боп. 60 жылдық тойыңда кім ойлаған, 50-ден асқан қызбен айтсам деп. Айғай ай. Бисмилла деп сөз бастап, жыр маржанын терейін. Өнер деп келген еліме, өлеңнен шуақ себейін. Армысыздар ағайын, той жасап жатқан елімнің көтерейін бір мерейін. Бір Аллаға алдымен сыйынып сәлем берейін. Айтыс деп келген ел жұртқа иіліп сәлем берейін. Тойменен атқан елімнің арайлап бүгін таңы құт. Айтыспен тойды бастаған Ордабасының заңы құт. Көрермен қауым сыймай тұр, айтысты келген сағынып. Баршасы бүгін жадырап, жырдан алқа тағынып. Жер-жерден ақын алдыртты, еліне жүрген танылып. Мен де шықтым ағайын,
ортаңызға мінеки, көз алдыңызда өсіп ем, бала гүлімнен сабылып. Осы елдің қорғап намысын, көрейін дода жарысын. Біздерді қолдап дем берсең, сіздерді келдік сағынып. Қошеметіне елінің дүлдүлдер бүгін тояма. Перзентің еді бәрі де паналайтын саяңа. Тұсауымызды кескен жер құшағым бізге жаяма. Сіздер үшін кеп тұрған, осы тойға бет бұрған, ақындарыңа ағайын қошеметіңді аяма. Ордабастың шыңымен тарихқа толы етегі, сан ғасырлық сырлары ұрпақтарға жетеді. Әмір темір тоқтаған киелі мекен деп жетегі, майлы қожа мәделі бабалардың мекені. Мойындатқан әлемді қара күштің иесі, Қажымұқандай бір туар қаранардың мекені. Жыр дүлдүлі атанған Нұралы мен Көпбайдай даналардың мекені. Өзі кетсе де сөз өлмес, қайран біздің кешегі, Әбілді Аймақ секілді жан ағаның мекені. Ал ортамызда бүгінгі Нармахан әкім Ысқақтай даралардың мекені. Қырандары Қосжанның, Нүридин Әсет Ғалымжан, Құрманалы Сәбиттей бар ағаның мекені. Гимназия ашқан осы елден бәрімізге ұлағатты ұстаз болған үлгілі, Мәриядай ақ жаулықты аналардың мекені. Күміс медаль ап келген Ғұсмандайын кешегі балалардың мекені. Тойыңыз құтты болсын деп, ұрпағың рухты болсын деп, Кәримадай бір қызың басып тағзым етеді. Айтысқа халық көп келіп, қуанып бізді тыңдасын. Атағынан атыр көп, Мұхтар келсе жан сая, аянбай бүгін жырласын. Есік сынуға шақ қалды, дейді ғой бекең құрдасым. Сынса есік жөндейміз, ел жүрегін сөзбен емдейміз. Айтыста есік сынса да, халқымның сағы сынбасын. Қартаймайды дейді мені кеп, сөзін қара бекемнің. Төркіндетіп кеп тұрсам, қартайып қалай кетермін. Осы елім тұрғанда сынақтан талай өтермін. Бір Алла өзі бақ берсе, 70-ке жасым жеткенше, Тәушен апамдай айтысып, еліме қызмет етермін. Бұл бекеңнің, ал ағайын бекеңнің қадамы құтты көрдіңіз. Айтыста талай аты бар, қонақ қып бердік төрді біз. Астана мен Алматы, батыс шығыс барсаңда, бәйгені алып әубеке талайларды жеңдіңіз. Киллер деген атыңмен шулатып едік елді біз.
таусылмайтын оғыңа таусылды біздің нервіміз. Ордабастың тойында кімді көздеп келдіңіз? Атыс шабыстан шаршаған, осындай айтыс аңсаған, көтерейік көңілін қуантып бүгін елді біз. Тағы бір аты Бекеңнің арыстан еді тұрақты. Ол атақты беріп жүкеңде бек арысты қуантты. Келдер арыстан безбүйрек, талай-талай лақабаты, жауыр етті ғой құлақты. Арыстан дегенге әдемі теңеу естісең, сөз айтасың миятты. Асарыңды асабап, жасарыңды жасабап, тымпиып қана жүресің қасы көзіңмен қияқты. Сені көріп сезгенім, маужырап қапты көздерің, запарыкте отырған кәрі арыстан сияқты. Кәрима сөзді бастап жанды жайлы, атқан оғын қалайша дәл қымайды. Бармаған жерің жоқ деп айтып отсың, арыстандар бекерге қаңғымайды. Бірақ Ордабасының орны бөлек, есіңе салайынсы соңғы жайды. Маужырап қалыпсың деп мысқылдайды, деймісің бекең бекер қалжырайды. Арыстың жағасына келген кезде арыстанның өзі де маужырайды. Осыны біліп қойған данасың ау, жұртыңа мұн отырған панасың ау. Өмірі қартаймайтын ақымын деп баяғы әдетіңе саласың ау. 70-ке дейін айтысып апам құсап, оның да ебін өзің табасың ау. Сүйегі Полат адам секілдедің, сүйегі Полат адам секілдедің, жырың менен жұртыңа жағасың ау. 70-ің не тәйірі сен Кәрима, ойланбай 80-ге де барасың ау. Ол жайлы ойлай жатар әркім керек, мен үшін парқың бөлек, нарқың бөлек. Жасай бер Темірланның Кәримасы, өзіңді қолдап отыр қалқың бөлек. 70-іңе 100 жаса айналайын, айтыстағы орының салтың бөлек. Ертең бізде 70-ке келген кезде жағаласып жүретін кемпір керек. Айғаяға ай, сен жайлы қалай ғана толғанбаймын, 40 жыл қарсыласың болғандаймын. Ескі сынса сағымыз сынбайды деп, жағдайын айтып өттің болған жайдың. Ескі сынып қалды деп қамыққам жоқ, оны айтуға ешқашан арланбаймын. Бұл ауыл палуандардың жер емес пе? Бұл ауыл палуандардың ел емес пе? Осыны айтып қалайша оңғармаймын. Қажымұханның ұрпағы есікте емес, қабырға қиратса да таң қалмаймын. Айғаяға ай, жаныңда ақындардың жыры қалсын, сақталып талай жылға сыры қалсын. Ордабасы тарихы бөлек аудан, көктен сіңіп тәңірдің нұры қалсын. Ырдырдырду халқымды ынтымаққа, шақырғанын қалайша ұмытарсың. Берекеге бастаған алталашты, ісін көрсең жүректі жылытарсың.
ел тағдырын шешетін мұндай жерге көңіліңді қалайша суытарсың? Ордабасы әншейін тау емессің, Ордабасы әншейін тау емессің. Қасиетіңді жұрт қалай ұмыталсын? Бар қазақты жеткізген арманына, бар қазақты жеткізген арманына, қазақ үшін сен басты ұлытаусың, айқай ағау. Ай, ай. Бұрайын осы айтысқа жырым денді, сөз қыла бермейікші ілінгенді. Кәрима жөн айтасың шындығында, Темірлан бұл айтыстың мыңын көрді. Мұндай айтыс бұл жерге бүгін емес, осыдан 35 жыл бұрын келді. Алпыс ақын шақырып айтыстырған Бекарыс осы ауданның күнін көрді. Нармахан, әкім, Ысқақ ағаларым көтеріп сол айтыстың жүгін көрді. Құрмашпенен Ғалымжан ағаларым қай ақынға сол кезде тыным берді. Мақтанышпен айтсаң да жарасады, осыған қызмет қылған ұлың денді. Сондықтан таусылмайтының жырсың маған, құдіретің ерекше тылсым маған. Айтыстың ақ ордасы өзің едің, сен болмасаң біздерді кім шыңдаған? Сол ағалар түстігел осында отыр, жоқ демесең ішінде жүрсін бабаң. Құрмашта Ғалымжанда осында отыр, еліне қызмет еткен ұлсың маған. Сәбит ағам ортадан ойып отыр, шау тартып сәл-пәл ғана ырсылдаған. 70-те ырсылдамай қайтеді адам, сонда да қадірлі боп жүрсің маған. Тек қана әкім Ысқақ ағам менің 40-тағы жігіттей қылшылдаған, айқай ағау. Ай, ай. Өлеңді солар айтса күркіретіп, бір күннен соң барады бір күн өтіп. Ақынның бәсін білген Ордабасы, бір күніңді бермейме мың күн етіп. 50 жылдық тойында Кәриманың былтырғанда тойладың дүркіретіп. Айтатын қапелімде тауып жырды, өлеңін нөсер қылды, жауын қылды. Ортада отқан Сәбиттей ұстазыңыз Алашқа хабар салып сауын қылды. 60-тан асқанына қарамастан шәкіртінің тойына шауып жүрді. Оған бола демеймін арандадың, жақсылығын шәкірттің бағамдадың. Ұстазы шәкіртіне сай боп еді, сен бірақ ұстазға сай бола алмадың. Кеше ғана той жасап Сәбит ағаң, сол жерде талай адам қараңдадың. Көп ішінен Кәрима айналайын іздеп едім, өзіңді таба алмадым. Ұстазға көлік берем деп жүредің, көлігің келмеді ме бара алмадың. Едің ғой әзілімді аңдайтын қыз, өлеңмен талай жерді шарлайтын қыз. Ал енді бұған не деп айтар екен, жауабын күні бұрын парлайтын қыз. Ағайын сөз сөйлейді тыңдаңыздар, қырандай көгіңізде самғайтын қыз.
айтысқа шақырғанда қалмайдың қыз, ұстазының тойына бармайдың қыз, айқай ақау. Ай, ай. Бұл сөзден отсың ба кеп ұстайын деп, мен де енді қамданам ұшпайын деп. Былтыр ғана мерейтой жасап берсе, соны биыл жырлайсың тұстайын кеп. Әр ақын ақындарың құрметтесе, елінің адамы деп үрметтесе, ол рас ұстаздарға тағзым еткем. Кәрима болсын әркез қызметтесе, атырдым өлең жырмен ақтаңымды, бәсейте көрмегейсің мақтанымды. Бір сәбит ағай ғана емес маған, талай ұстаз отыр залда топта. Топтарыңды айтсам бәрліғының да топтарыңды. Жасымнан өлең сөзбен тәлім берген, танып өстім өнегелі хаттарыңды. Бармасам себебі бар Бекарысжан, сен қайдан білесің бірақ Бекарысжан, ол кезде менің ауырып жатқанымды. Ал енді той болғанда шаршамайық, қалайша мерейлі күн аңсамайық. Нағыз ұстаз ақын үшін мына халық, жүздерін көрген сайын тамсанайық. Нағыз той дәл біз үшін осы той ғой, халықтың құрметі үшін қол соғайық, алалайығым беу. Мен енді тоқталайын ел жайына, бір Алла сөз сап тұрса таңдайыма. Талайлар тарихыңды зерттеу үшін келіп жатыр төріңе арнайыда. Жолыңыз қағаздайын жөнделіпті, көрікін Темірланның ел көріпті. Шәмшінің аллеясы салынғанда, халыққа рухани бір дем беріпті. Кешені Қажымұханның бой көтеріп, рухын асқақтаған ел көріпті. Кәрима осын айтып анықтап тұр, еліне ізгі ойын бағыттап тұр. Білім менен медицина өнерде де ауданымның атағы шарықтап тұр. Дейміз ғой бәрімізге бағыт берген, ұстаздар үлгінеге салып берген. Ал спорттың бір өзінен ауданыма талай чемпион медальдар алып келген. Бөржар деген киелі мекенімде талай жеңістен ту көтерген. Жеңімпаз ұлдарымды халық көрген. Жеңістің туым биік желбіретсе, осынау ақ батаны халық берген, алалайығым беу. Қарасаң көз тоймайтын келбетіне, шүкір еткен Алла берген нығметіне. Жақсының жақсылығын айт деген бар, сәт келеме ағайын күнде. Елімнің халауқалы жақсаруда, сөз етемін жүрекпен тербетуге. Руханияты күннен күнге асқақтайды, жарайды ұрпақтары үлгетуге. Бүгін кеп Кәримадай бір перзентің, осыны сөзге қосып жырлетуде. Тойыңыз құтты болсын туған елім, басиып тағы келдім құрметің алалайығым беу. Темірлан текті мекен бұл, талапты әрбір өрені.
бата алсақ үлкеннен бізге көп қой берері. Біліміміз биіктеп артып жатыр беделі. Денсаулық сақтау саласы өңірді аралап еліне емін береді. Ал спорттың саңлақтары қайда барса да ауданның атын шығарып жеңеді. Оған бірақ бапкерлер, жаттығушылар мықты ғой дередім мен себебі. Еркеғалидай жаттықтырушы көтерген шәкірт беделі. Ғұмар Ғұсман егіздер барған сайын сайысқа жеңістің туын көтеріп мақтанышпен келеді. Түйе палуан Жұманазар бір туатын азаматың мақтап өтсем себебі. Ал Бөржар деген бұл күнде спортшылардың мекені, жеңістері көп дәлелі. Осының бәрін айтсам мен таусылмас ақын өлеңі. Тойыңыз құтты болсыншы, ұрпағымыз рухты болсыншы. Ендігі жерде елімнің тек той болсын көргені, асқақтап ылғи беделі. Тойыңыз тойға ұласын, ауданымның еңбекқор, өнер сүйер өрелі. Тойыңыз тойға ұласын, ордабасының өрелі. Айта берсек таусылмас, тектілер талайы табылады. 30 жыл бұрын бұл жерде талай айтыс өтіп еді. Ел оны бүгін сағынады. Нармахан ағам көш бастап, Әселхан Көпбай Тәушендер ортаңыздан шыққан саңылақ. Солардың жалғап керуенін Кәрима мен Бегарыс қызмет етіп сіздерге өлең жыр болып ағылады. Сырттан келген ақындар жүрегіңізге дәл бүгін жырмар жандайы тағылады. Гүлдене берсін күн сайын, түрлене берсін күн сайын. Ақындарын құрметтеп Темірлан қара шаңырақ. Асықпайдың мақаммен аяңдаған, жетіп алар адамдай жаяу маған. Кәрима ауданының жақсылығын асықпай осы жерде хабарлаған. Денсаулықты, спортты түгел айтып, жұртының жағдайына алаңдаған. Төрткүлменен Бөржардың арасында сен құсап, сірә ешкім шаба алмаған. Ауданның өмірінен дәл осындай хабар бере аларма табанды адам. Еліңнің жүрегіне жетті білем, өлеңменен жасаған баяндамаң. Көңілге көп нәрсені тоқыпсың ғой, демеймін әр жерінен шоқыпсың ғой. 9 айлық есебін әкіміңнің байқап тұрмын, асықпай оқыпсың ғой. Ауданның жетістігін осы айтыста өзім айтып берем деп бекіпсің ғой. Ордабасы, мен саған ризамын, шынында талай еңбек етіпсің ғой. Былтыр ғана бір көріп кеткен едім. Ісіңнен дей алмаймын, кетіксің ғой. Бір төрт бірдей парк салып бір-ақ жылда бір талай жетістікке жетіпсің ғой. Құрмаш құсап мыж-мыж боп жатушы едің, Кәримадай құлпырып кетіпсің ғой. Айғаяға
көрсетің жақсылыққа қадам басқан, елінің ертеңіне алаңдасқан. Ол рас бұрын айтыс талай болып, ол рас бұрын айтыс талай болып, мықты ақындар сөз сұрап жалаңдасқан. 40 жыл бұдан бұрын Кәримада дәл осы сахнаға қадам басқан. Дәл осы жаңағы айтқан шумағымен сіздермен дидарласып амандасқан. 40 жылғы өлеңін ұмытпайтын айналайын өзіңдей замандастан. Ақынды Каримадай қош көріңіз. Ақынды Каримадай қош көріңіз, бүгінгі өнеріне бес беріңіз. Ұстазының жағдайын сұрап едім, дегем жоқ, сізді тойға кеш келіңіз. Ауырып қалып ем деп сылтау айтты. Ауырып қалып ем деп сылтау айтты. Бір тойға жарамайтын дос бедіңіз. Ал сәке, бізге ұпай берер кезде осының ара жігін тексеріңіз. Сабақтан қалып кеткен бала құсап, шәкірттің шалалығын ескеріңіз. Айғаяғы ай-ай, атыңнан айталайын алталашым, қандай сынақ салса да тарталасың. Ордабасы тауының төріне кеп, армансыз бір кеңі дау арқа басым. Ынтымаққа шақырған алталашты, мұндай тау қайда бар деп айталасың. Темірланның төрінде басталған той, қазақ аман тұрғанда тарқамасын. Халқына болып тұрса түбі жайлы, жақсыға қалай ішің жылымайды. Ел қадірін білер ел аман болсын, жеріміз аман болсын, түгім айлы. Халқымның ынтымағын берсін Құдай, ынтымақтан айырылған ұлы қайғы. Баһадүр бабаларым айтқандай-ақ, тату елге тақсірет жуымайды. Ақындар бүгін несін опынады, сөйледі Темірланның тотылары. Аман болсын тауы да төмені де, аман болсын сайы мен шоқылары. Жыл сайын айтыс болсын ауылыңда, қаперге алынса екен осы жағы. Бұдан соң айтыс бола ма, болмайды ма? Осы соғам дей көрмеңіз, осыған ашынады. Келген сайын сындырсаң бір есіктен, ақынды әкімге айтып шақырады. Темірланның ел жұрты кеңеді ғой. Бұл үстің болмай қоймас қапы жаңы. Шақырсаң дүркіретіп кеп тұрамыз, күркіретіп көп байдай сақынаны айғаяғы. Ай-ай. Қой десем жүдә қоймайды, сылтау айтып ерлейді. Бір бармаған тойымды айтып қайта-қайта бекең терлейді. Бал қоярда қазылар ескеріп дейді, жөндейді. Көпті бө көрген ол сәкең, мен оңаша тергейді. Ойға баға бермесе, тойға баға бермейді. Майдаланып қайтейік, артық кетсек мұңа айтат. Ақындар шықса төріңе сын айтат және шын айтат. 9 айлық әкімнің баяндамасын айттың деп бегарыс мені мұң айтат. Жетістігін елімнің мен айтпасам кім айтат? Қасиетті
құт мекен, мықтылардың төрекен, бабадан қалған ізгі жол, ұрпаққа даңғыл жол екен. Талай тойлар болсыншы, дәл биыл білсең ағайын, 100 жасқа келіп жатыр ғой, көп байдай ұлы омарып сынды көбекем. Соған айтыс болса егер, ақындарды шақырсаң, дередім бүгін жөн екен. Жетістігі елімнің, еңбегімен осы елдің еңбекқор осы ел екен. Әр өңірді аралап, себеп салдарын білетін, жаста болса азаттай әкіміміз ер екен. Жақсылығын қолдайтын халқыда бүгін көп екен. Ал жанашыры өнердің депутат әрі кәсіпкер Бейсенбайдай ағамыз қолы ашық жан кең екен. Темірланның төрінде айтыс болса осындай руханияттың сән екен. Тойыңыз тойға ұласын, айналайын ағайын, осылай сөзді ән етем. Ордабасы Алланың нұры жауған жер екен. Түйіндеп сөзді тоқтатып, жүректің шашып арайын. Төркініме тек қана тойға келіп ағайын, әнімді осы салайын. Тарқамасын тойыңыз, орындалып ойыңыз. Шаттанып осы жұртымыз, ырысты болсын маңайың. Тойыңыз тойға ұласын, Темірландағы ағайын. Бір өзі қолдап, бір Алла жол бұғасын. Кәримадай қыз өлең жолдағасын. Алталашқа абыройың асқақтаған, құтты мекен сен өзің Ордабасың. Ордабасым-ай, Ордабасым-ай, асқақтатат атыңды бар Алашым-ай. Бекеңе мен тағы да ой бөлейін, өзіңменен бір жүріп той көрейін. Сахынада өмірі шәй ішпейді, бұлай шығып өзім-ақ шәй берейін. Ой бөлейін-ай, той көрейін-ай, бегарыстай қонаққа шәй берейін-ай. Бегарысым-ай, бегарысым-ай, ала берші Темірландай ел алғысын-ай. Халқым менің-ай, халқым менің-ай, асқақтасын Ордабас даңқың дедім-ай. Көрерменім-ай, көрерменім-ай, аман болсын Ордабастағы кемеңгерім-ай. Жақсылық тарататын аймағыңа, арзамын Темірланның айбарына. Ең бастысы көңіліңе ризамын, ішсем де, ішпесем де арзамын шайларыңа. Кәрима шай берем деп отырмаған, сен тойдың дайын шайын пайдағыма. Құрмаш ағам ет асып шақырып еді, ағайын барсам екен қай жағына. Бір сөзді бұлқылдатпай шеміршектей, бұрқылдап алдарыңда төгілсек қой. Ақынды семіртетін қиқу ғана, халықтың құрметіне семірсек қой.
желпініп жеңіл сөзбен алдайтұғын, мыналар демеңіздер жеңіл тек қой. Халқыңның жақсылығын айтып жатсың, туған жерге дәл сендей берілсек қой. Егер біздің ауданда той болса да, сол елдің жақсылығын терушек қой. Осындай сөзі пысық, беті жылтыр келіншектерді әр жерден көрушек қой. Облыстан кішкене қолдау болса, замәкім боп кететін келіншек қой, айғаяғы. Тоқта десең тоқтамас, әзіл сөзге шеберсің. Бекем десе бекемсің, сүйкімді елге көкемсің. Шай берейін десем жақпайды, замаким деп мені мақтайды. Сығырайып алып көздерің өзің бір бәлек екенсің.